Күздің соңғы айы еді. Таң бозарып атып келе жатқан. Ауылдың үстін жұқа тұман басып, айнала тып-тыныш көрінетін. Алыстан ғана қораздың даусы естіліп, анда-санда иттердің үргені тыныштықты бұзып қоятын. Ауылдың шетінде ескілеу, бірақ так-таза шағын үй бар еді. Сол үйде 50 жастан асқан Сәулеұлы Арманмен бірге тұратын. Сәуленің өмірі оңай болған жоқ. Күйеуі 10 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болып, содан бері бар ауыртпалық оның иығына түсті. Таң атқаннан кеш батқанға дейін еңбек етіп ұлын адам қатарына қосуды ғана армандайтын. Үйдің іші өте қарапайым болатын. Ескі ағаш үстел, анасының көзіндей сақталған шағын сандық, қабырғадағы бірнеше сурет. Бірақ сол үйден әрдайым жылулық сезілетін. Сәуле ерте тұрып самауырынға су қойды. Арман, балам, тұр, сабаққа кеш өп қаласың, деді жай ғана. Арман көзін ашып күлімсіреп орнынан тұрды. Қайырлы таң, анашым. Қайырлы таң, балам. Қолымды жуып кел. Бүгін бауырсақ пісірдім. Тағы да ерте тұрыпсыз ғой. Ана үшін одан артық бақыт жоқ. Арман анасына қарап іштей ойланды. Қашан мен жұмыс істеп, анама жақсы үй алып беремін екен. Ол анасының әжім басқан жүзіне қараған сайын жүрегі ауыратын. Таңғы астан кейін Арман мектепке кетті. Сәуле ауладағы гүлдерін суарып жүріп, көршісі Айнамен амандасты. Ассаламағалейкум, Сәуле. Уағалейкумассалам, Айна. Мектепке бара жатырсың ба? Иә, балалардың бақылау жұмысы бар. Айна ауыл мектебінде қазақ тілі пәнінен сабақ беретін. Жас болса да, ауылдағы бәрі сыйлайтын ұстаз еді. Арман өте тәрбиелі бала болып өсіп келеді, деді Айна. Аллаға шүкір, бар байлығым сол. Сенің еңбегің ғой бәрі. Сәуле күлімсірегенмен көзінен сағыныш байқалды. Түске қарай күн күрт суытып кетті. Сәуле дүкеннен нан алып қайтып келе жатқан. Жолдың шетінде ескі аялдама бар еді. Сол жерден әлсіз жылаған дауыс шықты. Сәуле тоқтай қалды. Балам, кім бар? Ешкім жауап бермеді. Ол жақындап барса, орындықтың бұрышында 8-9 жас шамасындағы бала бүрісіп отыр екен. Үстіндегі күртешесі жұқа, қолы мұздап кеткен, көзі жасаурап тұр. Балам, бала басын көтерді. Апай, не болды? Мен адасып қалдым. Сәуленің жүрегі шым ете қалды. Тоңып қалыпсың ғой. Иә. Атың кім? Санжар. Үйің қайда? Білмеймін. Әкеңнің аты кім? Ерасыл. Телефон нөмірін білесің бе? Бала басын шайқады. Сәуле бір сәтте ойланған жоқ. Жүр, үйге барайық, әуелі жылынасын. Үйге келген соң Сәуле пешке от жақты. Ыстық шай құйып, жаңа піскен бауырсақпен сорпа әкелді. Санжар алғашында қысылып отырды. Жей ғой, балам. Рахмет. Ол сорпаны асықпай іше бастады. Бірнеше минуттан кейін ғана өңі кіре бастады. Қарның қатты ашқан екен. Таңертеңнен бері ештеңе жеген жоқпын. Сәуле баланың сөзіне көңілі босап кетті. Дәл сол кезде Арман мектептен келді. Үйге бөтен баланы көріп таңғалды. Анашым, кел балам. Бұл кім? Санжар деген бала. Адасып қалыпты. Арман бірден жанына келді. Қорқпа, біз сені үйіңе жеткіземіз. Санжар алғаш рет күлімсіреді. Рас па? Әрине. Кешке қарай ауыл ақсақалы Марат келді. Сәуле, бір бала жоғалтты деген хабар тарап жатыр. Иә, сол бала менің үйімде. Жақсы болған екен. Ата-анасы табылды ма? Әлі жоқ. Не істейміз? Полицияға хабар бердік. Күн бата бергенде ауылдың көшесінде бірнеше көлік жүре бастады. Жұрттың бәрі бір баланы іздеп жүргені байқалды. Санжар терезеден қарап тұрды. Әкем келе ме екен? Кенет сырттан көлік дауысы шықты. Қара түсті қымбат жол талғамайтын көлік Сәуленің үйінің алдына тоқтады. Есігі ашылып, 40-тар шамасындағы еңселі азамат жүгіріп шықты. Санжар, бала орнынан атып тұрды. Әке! Екеуі құшақтасып ұзақ тұрды. Ерасылдың көзінен жас шығып кетті. Балам, амансың ба? Иә, әке. Ерасыл баласын қайта-қайта құшақтап, маңдайынан сүйді. Содан кейін ғана Сәулеге бұрылды. Бұл баланы сіз таптыңыз ба? Иә, сіз менің жалғыз ұлымды аман алып қалдыңыз. Сәуле жай ғана. Кез келген адам осылай істер еді. Ерасыл басын шайқады. Жоқ, бәрі бірдей емес. Ол қалтасынан қалың ақшаны алып шықты. Мынаны алыңыз. Сәуле таңырқап қарады. Жоқ, рахмет. Өтінемін. Мен баланы ақша үшін құтқарған жоқпын. Бірақ, егер шынымен алғыс айтқыңыз келсе, балаңызды ешқашан жалғыз қалдырмаңыз. Ерасыл үнсіз қалды. Ол өмірінде алғаш рет ақшадан да қымбат адамдық қасиетті көрген еді. Сәуле есікті жауып жатқанда, Арман анасына қарап, анашым, сіз неге ақшаны алмадыңыз? Сәуле ұлының иығына қолын қойды. Балам, жақсылықтың бағасы болмайды. Бүгін біз біреуге көмектестік. Ертең өмір бізге де күтпеген жақсылық жіберуі мүмкін. Арман анасының сөзін үнсіз тыңдады. Сол сәтте ешкім білмеді. Осы қарапайым ғана қайырымдылық бір күні олардың тағдырын түбегейлі өзгертетінін білмеді. Келесі таң бұрынғысынан да ерекше атты. Күн сәулесі терезеден төгіліп,
Сәуле әдеттегідей ерте оянды. Кеше болған оқиға әлі де көз алдынан кетер емес. Санжардың қорыққан жүзі, Ерасылдың ұлын көргендегі қуанышы, бәрі жүрегіне жылы сезім қалдырған. Шайын дайындап жүргенде Арман да оянды. Анашым, кеше ұйықтай алмай шықтым, деді ол. Неге балам? Санжар есінен кетпей қойды. Егер біз оны таппағанда не болар еді? Сәуле бір сәт үнсіз қалды. Кейде адамды дәл уақытында кездестіру Алланың жазғаны болады. Біз тек себепкер болдық. Арман басын изеді. Бірақ анашым, анау кісі өте бай сияқты көрінді. Байлық адамның киімінде емес, жүрегінде болады балам. Сол күні түске таман ауыл дүкенінің алдында жұрт кешегі оқиғаны талқылап тұрды. Сәуле үлкен ақшадан бас тартыпты. Қазір кім бас тартады дейсің? Басқасы болса үйінде жаңартып алар еді. Ақымақтық жасаған. Бұл сөздерді естіген Сәуле ештеңе демеді. Себетіндегі нанын алып, үнсіз үйіне қарай жүрді. Оны көрген ауыл ақсақалы Марат қасына келді. Қызым, адамдардың сөзіне ренжіме. Ренжіген жоқпын ата. Дұрыс дедің. Менің орнымда сіз де солай істер едіңіз. Иә, жақсылықты саудалауға болмайды. Осы кезде қаладағы үлкен кеңседе Ерасыл жұмыс үстелінің алдында үнсіз отыр еді. Алдында бірнеше маңызды құжат жатса да, ойы басқа жақта болатын. Хатшысы кірді. Ерасыл мырза, жиналыс басталуға 5 минут қалды. Кейінірек, бірақ кейін. Хатшы шығып кеткен соң, Ерасыл терезеге қарап ұзақ тұрды. Қалай ғана ақша алмады? Бұл сұрақ мазасын алды. Ол өмірінде талай адамды көрді. Көпшілігі одан көмек сұрайтын. Біреуі жұмыс, біреуі ақша, енді бірі пәтер сұрайтын. Ал кеше алғаш рет ештеңе сұрамаған адамды кездестірді. Мұндай адамдар әлі бар екен. Ол үстел үстіндегі визиткасын алып, жүргізушісіне қоңырау шалды. Ауылға барамыз. Қазір ме? Иә. Күн еңкейе бастағанда қара көлік тағы да Сәуленің үйінің алдына тоқтады. Арман аулада отын жарып жүрген. Анашым, кеше келген көлік. Сәуле сыртқа шықты. Ерасыл күлімсіреп келді. Ассалаумағалейкум. Уәлейкум ассалам. Кеше асығыс кетіп қалып едім. Тағы бір алғыс айту үшін келдім. Алғыс айттыңыз ғой? Жоқ, бұл жолы басқа мақсатпен келдім. Сәуле қонаққа шақырды. Үйдің қарапайым екенін көрген Ерасыл таң қалды. Барлығы тап-таза, ескі болса да ұқыпты. Қабырғадағы суреттерге көзі түсті. Бұл жұбайыңыз ба? Сәуле үнсіз басын изеді. Қайтыс болғанына 10 жыл болды. Кешіріңіз. Ештеңе етпейді. Шай үстінде әңгіме ұзаққа созылды. Ерасыл алғаш рет өз өмірі туралы айтты. Мен де ауылда өстім. Рас па? Иә, әкеңгем қарапайым шопан болатын. Сонда қалай кәсіпкер болдыңыз? Әкем бір ауыз сөзсіз айтатын. Қандай? Адал еңбекпен келген нан ғана тәтті болады. Сәуле жымиып қойды. Дұрыс сөз екен. Сол сөз өмірімді өзгертті. Арман әңгімені қызыға тыңдап отырды. Аға, сіздің компанияңыз үлкен бе? Біраз адам жұмыс істейді. Мен де ержеткенде сондай болдым келеді. Ерасыл күліп жіберді. Ең алдымен жақсы адам бол. Қалғаны өзі келеді. Сол кезде Санжар аулаға шығып, Арманды көрді. Арман, Санжар, екеуі баяғыдан таныс достардай құшақтасып амандасты. Біраздан кейін футбол ойнай бастады. Балалардың күлкісі бүкіл ауланы шаттыққа бөледі. Сәуле оларды көріп, балалардың достығы қандай таза еді, деді. Кешке қайтар кезде Ерасыл қолындағы конвертті үстелге қойды. Бұл ақша емес. Сәуле таңырқай қарады. Онда не? Менің байланыс нөмірім. Өмірде қандай қиындық болса да, тәуліктің қай уақыты болса да, маған хабарласыңыз. Әуре болмай-ақ қойыңыз. Жоқ. Ерасыл орнынан тұрды. Кеше сіз менің ұлымды құтқардыңыз. Бүгін мен сіздің отбасыңыздың жанашыры болғым келеді. Сәуле үнсіз қалды. Бір өтінішім бар. Айтыңыз, бұл нөмірді ешкімге бермейіңіз. Бірақ өзіңізге бірдеңе қажет болса, міндетті түрде қоңырау шалыңыз. Жарайды. Көлік алыстап кеткен соң, Арман конвертті қолына алды. Анашым, иә, сіз хабарласасыз ба? Сәуле басын шайқады. Жоқ. Неге? Көмек тек шын мұқтаж кезде сұралады. Әзірге Аллаға шүкір, нанымыз бар, үйіміз бар. Арман анасына сүйсіне қарады. Сол сәтте ол анасының байлығы ақша емес, адамгершілік екенін тағы бір рет түсінді. Ал Ерасыл болса көлікте отырып, бұл отбасы менің өмірімді өзгертетін сияқты, деп ойлады. Ол әлі алда оларды қандай сынақ күтіп тұрғанын білмейтін. Ерасыл кеткелі бір апта өтті. Ауылдағы тіршілік бұрынғы қалпына түсті. Таңертең мал өріске айдалып, кешке қораға қайтатын. Балалардың күлкісі мектеп ауласынан естіліп, үлкендер кешкілік орындыққа отырып әңгімелесетін. Сәуле де күнделікті тіршілігіне қайта кірісті. Таң ата тұрып, ауласын сыпырып, азын-аулақ бақшасын күтіп, көршілердің түгін жұмыстарын жасап күн көретін. Оның қолынан шыққан көрпе жастықтарда ауылдың бәрі мақтайтын. Арман мектептен кейін анасына көмектесуді әдетке айналдырған. Анашым, мына отынды мен жарып қояйын,
деді ол бір күні. Жоқ балам, сабағыңды оқы. Сабақта оқимын, сізге де көмектесемін. Сәуле ұлына сүйсіне қарап күлімсіреді. Әкең тірі болғанда дәл осылай мақтанар еді. Арман үндемеді. Әкесін суреттерден ғана білетін. Сол күні мектепте Айна апай оқушыларға: балалар, келесі айда аудандық білім сайысы өтеді. Кім қатысқысы келеді, деді. Арман бірден қолын көтерді. Мен қатысамын. Өте жақсы, саған сенемін. Сабақтан кейін Айна оны тоқтатты. Арман, сенің қабілетің өте жақсы. Егер дайындалсан, жеңіске жетуге толық мүмкіндігің бар. Апай, жеңсем, анам қатты қуанар еді. Айна оның сөзінен кейін үнсіз қалды. Кешкісін үйге келе жатқанда, Арман жол жиегінде отырған қарт адамды көрді. Бұл ауыл ақсақалы Марат болатын. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум әссәләм қарағым. Жалғыз отырсыз ба? Иә, сәл демалып отырмын. Арман қолындағы нанын шығарып: ата, жаңа ғана дүкеннен алдым. Бірге шай ішесіз бе? Марат күлімсіреп: әкеңнің тәрбиесін көрмесем де, анаңның тәрбиесін көріп тұрмын, деді. Осы кезде қалада Ерасылдың жұмысы көбейіп кеткен еді. Бірақ оның ойынан Сәуленің отбасы кетпейтін. Кеңседе отырған кезінде Санжар жүгіріп келді. Әке, иә балам, Арманға қашан барамыз? Сағындың ба? Иә. Неге? Ол мені досым, деді. Ерасыл жымиып қойды. Жақында міндетті түрде барамыз. Бірнеше күннен кейін сенбі күні олар ауылға қайта келді. Бұл жолы Ерасыл құрғол емес, жеміс жидек, кітаптар мен оқу құралдарын ала келген. Сәуле оларда жылы қарсы алды. Әуре болыпсыздар ғой. Бұл балаларға. Арман жаңа кітаптарды көріп қатты қуанды. Рахмет, көп оқы, деді Ерасыл. Білім адамнан ешкім тартып ала алмайтын байлық. Балалар аулаға шығып доп ойнады. Кенет Арман жүгіріп келе жатып тоқтап қалды. Қолмен кеудесін ұстап, керең дем ала бастады. Арман, Санжар жүгіріп келді. Саған не болды? Ештеңе, басым аздап айналып кетті. Ол қайтадан күлімсіруге тырысты. Шаршаған шығармын. Сәуледе жанына келді. Балам, өңің бозарып кетіпті. Жақсымын анашым. Ерасыл да байқап қалды. Дәрігерге көрсеткен дұрыс шығар. Жай ғана шаршаған болар, деді Сәуле. Бірақ аналық жүрек біртүрлі алаңдап тұрды. Түнде Арман ұйықтап жатқанда Сәуле оның маңдайын сипап көрді. Денесі ысып тұр екен. Арман, иә анашым, қалтыраған жоқсың ба? Аздап. Сәуле дәрі қобдишасынан дене қызуын өлшейтін құралды алып келді. Қызуы көтеріліп кеткен. Түні бойы ұлының қасынан шықпады. Таң ата ғана қызуы сәл түсті. Ертеңіне ауылдағы дәрігерге барды. Дәрігер тексеріп болған соң: қазір нақты ештеңе айта алмаймын, бірақ қан талдауын тапсырыңыздар. Қалаға барып толық тексерілген дұрыс, деді. Сәуле қобалжып қалды. Бірдеңе қауіпті емес пе? Алдын ала қорытынды жасауға болмайды. Алдымен талдау нәтижесін көрейік. Үйге қайтып келе жатқанда Арман анасының көңілсіз екенін байқап: анашым, уайымдамаңызшы, мен жақсымын. Сәуле күлімсіреуге тырысқанымен көңілі тыныш емес еді. Сол түні ол ұзақ уақыт көз іле алмады. Керезеден жұлдыздарға қарап отырып іштей: «Я Алла, жалғызымның амандығын бере көр», деп дұға етті. Ал бұл уақытта қалада Ерасылдың телефоны шырылдады. Қоңырау ауыл дәрігерінен емес еді, бірақ ертең болатын оқиға оның Сәуле отбасының өміріне бұрынғыдан да жақын араласуына себеп болатынын ешкім білмейтін. Таң ата салысымен Сәуле оянып кетті. Түнде көз ілгенімен көңіліндегі мазасыздық басылар емес. Арманның қызуы түскендей болғанымен өңі әлі де бозарып тұрды. «Қалайсың балам?» деп маңдайынан сипады. «Жақсымын анашым, сіз ғана уайымдай бермеңізші». Ана жүрегі уайымдамай тұра ма? Арман күлімсірегенімен бойындағы әлсіздігін өзі де сезіп тұрды. Сәуле асығыс шай дайындап, екеуі аудандық емханаға жолға шықты. Автобус ауылдан шыққанда керезеден сары күздің көрінісі сырғып өтіп жатты. Арман сыртқа қарап үнсіз отырды. «Не ойлап кеттім?» деді Сәуле. «Анашым, егер мен ауырып қалсам?» «Ондай сөз айтпа». «Жоқ, жай сұрадым. Сен міндетті түрде сауығып кетесің. Бұған мен де, өзім де сенуіміз керек». Арман анасының қолын қысып ұстады. Аудандық ауруханада қан талдауын алып, бірнеше тексеріс жасады. Дәрігер қағаздарға ұзақ қарап отырды. Бір қатар көрсеткіштер қалыпты емес екен. Толық тексерілу үшін облыстық ауруханаға барғандарыңыз дұрыс. Сәуле бірден алаңдай бастады. Дәрігер: «Қауіпті емес пе?» «Қазір нақты ештеңе айта алмаймын, бірақ уақыт жоғалтпаңыздар». Бұл сөздер Сәуленің жүрегіне ауыр тиді.
Үйге қайтып келе жатқанда, олардың алдынан Айна кездесті. Сәуле, не деді дәрігер? Облысқа жіберді. Айна үндемей қалды. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Қажет болса, мен де бірге барамын. Рахмет, Айна. Кешке қарай ауыл ақсақалы Марат келді. Қызым, естідім. Арман қалай? Әлі белгісіз ата. Алла шипасын берсін. Марат қалтасынан кішкентай дорба шығарып, мынау азын аулақ жинағаным, жолға жаратарсың. Сәуле бірден бас тартты. Жоқ ата, сізге де керек қой. Қызым, бүгін саған көмектесетін күн болса, ертең сен басқаға көмектесесің. Жақсылық осылай жалғасады. Сәуленің көзіне жас келді. Сол түні телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Алло? Сәлеметсіз бе, Сәуле ханым? Бұл Ерасыл. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Арманның жағдайын естідім. Сәуле таңғалды. Қайдан? Айна хабарласты. Иә. Ертең таңертең мен келемін. Жоқ, әуре болмаңыз. Бұл әуре емес. Өзіміз барамыз. Сәуле ханым, бір кезде сіз менің ұлымды бөтен демей құшағыңызға алдыңыз. Енді мен де Арманды бөтен көрмеймін. Телефон тұтқасының ар жағында үнсіздік орнады. Сәуле не айтарын білме. Ертеңінде таңғы сағат 8-де Ерасыл келді. Бұл жолы ол жалғыз емес, Санжар да бірге келіпті. Арман, Санжар. Екі дос қуана амандасты. Ерасыл Сәулеге бұрылды. Кеттік. Қайда? Облыстық ауруханаға. Өзіміз барамыз. Жоқ, уақыт жоғалтпайық. Сәуле аз ойланып келісімін берді. Жол бойы ешкім көп сөйлемеді. Санжар ғана Арманның көңілін көтеруге тырысты. Есімде ме? Өткенде футболда мені ұтып кеткенсің. Арман жымиып. Бұл жолда ұтамын. Онда тезірек жазыл. Ауруханаға келген соң толық тексерулер басталды. Бірнеше сағат өткеннен кейін дәрігер оларды кабинетке шақырды. Баланың жағдайын анықтау үшін тағы бір арнайы тексеру қажет. Қауіпті ме? Деді Сәуле. Дәрігер байыппен жауап берді. Әзірге нақты диагноз қоймаймын. Бірақ ерте келгендеріңіз дұрыс болған. Сәуле Аллаға іштей шүкіршілік етті. Кешке қарай ауруханадан шыққанда Ерасыл, бүгін қонақ үйге орналасыңыздар. Барлық шығынды мен көтеремін. Жоқ, болмайды. Бұл қайырымдылық емес. Онда не? Ерасыл күлімсіреді. Бұл достық. Сәуле алғаш рет оның ұсынысына қарсы болмады. Сол түні ол керезеден қала шамдарына қарап отырып ойланды. Бір кездері тоңып қалған бір баланы үйге кіргізген едім. Сол жақсылықтың жылуы бүгін өзіме қайтып келе жатқандай. Таңғы сағат 7-еді. Аурухананың дәлізінде адамдардың аяғы үзілмейтін. Бірі анализ тапсыруға асықса, енді бірі дәрігердің қабылдауын күтіп отыр. Ақ халаттылардың асырыс қадамдары, мониторлардың бәсен дыбысы, дәліздегі үнсіздік, бәрі Сәуленің көңіліндегі алаңдаушылықты күшейте түсті. Арман палатадағы терезенің жанында үнсіз отырды. Қала көшесіне қарап, керем ойға шомған. Не ойлап отырсың, балам? Деп сұрады Сәуле. Анашым, мен тезірек үйге қайтқым келеді. Бақшадағы алма ағашын сағындым. Сәуле жымиған болды. Қайтамыз, балам. Кек дәрігерлердің айтқанын орындайық. Арман анасының жүзімен уайымды байқап тұрса да, ештеңе демеді. Сәлден соң дәрігер кабинетке шақырды. Арманның талдауларын толық қарап шықтық, деді дәрігер. Сәуле тынысын ішіне тартып тыңдап отыр. Қазіргі жағдайда нақты диагноз ауыр емес, бірақ ағзасында кемір жетіспеушілігі мен қатты әлсіздік байқалады. Бұған ұзақ уақыт дұрыс тамақтанбау мен шамадан тыс шаршауда әсер еткен. Сәуле бірден көз жасын сүртті. Демек, уақытылы емделсе толық жазылады. Сәуле орнынан тұрып, Аллаға шүкір, деді сыбырлап. Арман да күлімсіреді. Мен айттым ғой, анашым, бәрі жақсы болады деп. Бірақ дәрігер сөзін жалғастырды. Дегенмен емді жарты жолда тоқтатуға болмайды. Бірнеше ай бойы дәрі-дәрмек қабылдап, дұрыс тамақтану керек. Сәуле үнсіз басын изеді. Оның ойына бірден ақша мәселесі келді. Үйдегі азын-аулақ жинаған қаражат жолға кеткен. Алдағы емнің шығыны тағы бар. Кабинеттен шыққанда Ерасыл оларды күтіп тұр екен. Не деді дәрігер? Арман қуанып. Жазылып кетемін. Ерасыл баланың басынан сипады. Міне, жақсы жаңалық осы. Бірақ Сәуленің жүзі әлде мұң деді. Ерасыл оны бірден байқап қалды. Сіз бір нәрсеге алаңдап тұрсыз. Ештеңе. Жоқ, айтыңыз. Емнің шығыны. Ерасыл бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Ол туралы енді ойламаңыз. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Мен ешкімге масыл болғым келмейді. Сәуле ханым, бұл садақа емес. Онда бұл адамдық парыз.
Ерасыл дәрханаға барып, дәрігер жазып берген барлық дәріні сатып алды. Сәуле қайта-қайта, қажеті жоқ еді, деп айтқанымен Ерасыл тек күлімсіреп қойды. Бір кезде сіз менің ұлымның өмірінен қымбат ештеңе жоқ екенін дәлелдедіңіз. Енді мен де соны қайталап отырмын. Кешке олар ауруханадан шықты. Қаладағы шағын саябаққа кіріп, орындыққа отырды. Санжар мен Арман көгершіндерге жем шашып жүр. Әке, деді Санжар. Иә, Арман жазылып бітеді ғой. Әрине. Сонда тағы футбол ойнаймыз ба? Міндетті түрде. Балалардың күлкісі саябақты жаңғыртып жіберді. Сәуле соларға қарап отырып, балалардың қуанышынан асқан байлық жоқ екен, деді. Сол күні кешке қонақ үйге келгенде, Ерасыл ноутбугін ашып отырды. Арман, яға, болашақта кім болғың келеді? Арман көп ойланбастан. Дәрігер. Неге? Себебі адамдардың ауырғанын көргім келмейді. Ерасыл тамырқай қарады. Үлкен арман екен. Анамда ешқашан ауырмас екен деймін. Сәуле көз жасын жасыра алмады. Түнде Ерасыл балконына шықты. Қала шамдары жарқырап тұр. Ол өткен өмірін еске алды. Кезінде өзі де жоқшылық көрген. Бір қарияның көмегімен оқуға түсіп, кейін кәсіп ашқан. Егер сол кісі маған көмектеспегенде, деп күбірледі. Сол сәтте ол бір шешім қабылдады. Мен Арманның оқуына дейін көмектесемін, бірақ бұл туралы әзірге ешкімге айтпады. Ертеңіне ауылға қайтар алдында Ерасыл Сәулеге кішкентай конверт ұсынды. Мұнда ақша жоқ. Сәуле тамырға басты. Ішінде медициналық сақтандыру орталығының келісім шарты мен емнің толық төленгені туралы құжаттар тұр екен. Бұл Арманның барлық ем-дом шығыны төленді. Ерасыл мырза, ештеңе айтпаңыз. Мен мұны қайтара алмаймын. Қайтарудың қажеті жоқ. Бірақ Ерасыл жымиып. Сіз әлде қашан қайтарып қойғансыз. Бір үзім нан мен бір кесе ыстық шайдың құнын ешқандай ақша өтей алмайды. Сәуле үнсіз қалды. Ол жүрегімен сезді. Жақсылық ешқашан жоғалмайды екен. Ол міндетті түрде бір күні өз иесіне қайта оралады. Арада 3 ай өтті. Күздің сары жапырақтарын ақ ұлпа қар алмастырды. Ауылдың үстін тыныштық жайлаған. Үйлердің мұржасынан түтін шығып, кешкі шамдар бірінен соң бір жана бастайтын. Арманның денсаулығы біртіндеп жақсарып келе жатты. Дәрігердің кеңесін бұлжытпай орындап, дәрілерін уақытында ішіп жүрді. Сәуле күн сайын құнарлы тамақ әзірлеп, ұлының сауығып кету үшін барын салды. Бір күні таңертең Арман сыртқа шығып, қар күреп жүрген анасына көмектесті. Балам, шаршап қаласың, үйге кір. Жоқ анашым, бұрынғыдай әлсіз емеспін. Қараңызшы, күшім көбейіп келеді. Сәуле күлімсіреді. Аллаға шүкір. Сол сәтте есік алдына көлік келіп тоқтады. Арман бірден таныды. Анашым, Ерасылға келді. Көліктен Ерасыл мен Санжар түсті. Санжар қолына үлкен қорап ұстап алған. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Келімдер, төрлетіндер. Үйге кірген соң Санжар қорапты ашты. Ішінде шахмат, бірнеше кітап және жаңа футбол добы бар екен. Арман, саған әкелдім. Арман қуанып кетті. Рахмет. Біз енді матч өткіземіз, деді Санжар күліп. Балалардың шат күлкісі үйдің ішін жылылыққа бөледі. Шай үстінде Ерасыл үйді асықпай шолып отырды. Қабырғада ескі сағат баяу тықылдап тұр. Терезенің жақтауынан суық леп сезіледі. Сәуле ханым, мына үйдің шатыры ескіріп қалыпты ғой. Иә, көктемде жөндетеміз деп жүрміз. Ал терезелерде суық өткізеді екен. Амал жоқ, әлі шыдап тұр. Ерасыл ештеңе демеді. Бірақ оның ойына бір жоспар келді. 2 күннен кейін ауылға құрылысшылар келді. Олар тура Сәуленің үйінің алдына тоқтады. Біз осы үйдің шатырын ауыстыруға келдік. Сәуле таңырқап қалды. Қателескен шығарсыздар. Жоқ, тапсырыс берілген. Кім берді? Ерасыл мырза. Сәуле дереу телефон шалды. Ерасыл мырза, бұл не? Үйдің жөндеуі. Мен келіскен жоқпын. Сондықтан айтып қойған жоқпын. Бірақ қыста үйімізге суық өтеді. Арман толық жазылуы керек. Мен мұны қабылдай алмаймын. Ерасыл бір сәт үнсіз қалды. Сәуле ханым, есімізде ме? Сіз де менің рұқсатымды сұрамағансыз. Қашан? Санжарды үйімізге кіргізгенде. Сәуле жымиып жіберді. Жақсылық кейде рұқсат сұрамайды. Бұл сөзден кейін ол қарсыласпады. Бір апта ішінде үйдің шатыры жаңартылып, терезелері ауыстырылды. Пеші де жөнделді.
Көршілер таңғалып жатты. Қараша, Сәуленің үйі жанарып қалыпты. Байып кеткен бе? Жоқ, әлгі кәсіпкер көмектесіпті. Айна бәрін естіп Сәулеге келді. Қуанып тұрмын. Мен әлде ыңғайсызданып жүрмін. Неге? Көп жақсылық көріп жатырмын. Айна күлімсіреп. Сен өзің қаншама адамға жақсылық жасадым. Енді оның қайтарымы келіп жатқан шығар. Кешке қарай Арман далада қардан аққала жасап жүрген. Қасына Марат ата келді. Ей батыр! Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Үйіміз әдемі болып қалды. Иә, бірақ ең әдемі нәрсе үй емес. Онда не? Осы үйдің ішіндегі адамдардың жүрегі. Арман ойланып қалды. Ата, жақсы адам болу қиын ба? Жоқ балам. Онда неге бәрі жақсы болмайды? Марат атаның жүзі мұңайып кетті. Өйткені кейбір адамдар байлықты жүректен жоғары қояды. Сол күні кешке Ерасыл кеңсесінде отырғанда телефонына қоңырау түсті. Ерасыл мырза, кешіріңіз. Компанияңыздың кейбір жобалары шығынға ұшырады. Қанша? Өте көп. Ерасыл үнсіз қалды. Ертең директорлар кеңесін жинаңыз. Телефонды қойған соң ол терезеге ұзақ қарап тұрды. Өмірдің өзі де қызық. Бір жақта ол бір отбасының өмірін жақсартуға қуанып жүрсе, екінші жақта өз кәсібіне үлкен қауіп төніп келе жатқан еді. Ол бұл қиындықтың алдағы күндері өзіне ғана емес, Сәуле мен Арманның тағдырына да әсер ететінін әлі білмейтін. Қыс ортасы еді. Түнде қалың қар жауып, таңертең ауыл аппақ көрпеге оранды. Сәуле әдеттегідей ерте оянып пешке от жақты. Жаңарған үй бұрынғыдай суық емес. Терезеден жел кірмейді, шатырдан су тамбайды. Сәуле бір сәт тоқтап, үйдің ішіне көз жүгіртті. Аллаға шүкір, деп күбірледі. Ол Ерасылдың жақсылығын күнде есіне алып жүретін, бірақ оны қайтарудың жолын таба алмай жүрген. Осы кезде қалада Ерасылдың жағдайы қиындай түсті. Компанияның бас кеңсесінде директорлар жиналып отырған. Ерасыл мырза, ең ірі серіктесіміз келісім шарттан бас тартты, деді қаржы директоры. Шығын көлемі қандай? Бірнеше 100 миллион теңге. Бөлме іші үнсіз қалды. Банктер не дейді? Несие мерзімін қысқартуды талап етіп жатыр. Ал қызметкерлер? Егер жағдай өзгермесе, қысқарту бастауға тура келеді. Ерасыл терең күрсінді. Жоқ. Бірақ басқа амал жоқ. Мен адамдарды көшеге тастамаймын. Кешке Ерасыл үйіне кеш келді. Санжар әкесін есіктен күтіп алды. Әке, бүгін көңілсіз ғой. Аздап шаршадым балам. Арманға қашан барамыз? Ерасыл күлімсіреді. Жақында. Сіз уәде бергенсіз. Білемін. Санжар әкесін құшақтап алды. Бәрі жақсы болады. Баласының осы бір қарапайым сөзі Ерасылдың көңілін сәл көтерді. Бірнеше күннен кейін бұл жағдай ауылға да жетті. Теледидардан жаңалық көрген Айна бірден Сәулеге келді. Сәуле, не болды? Ерасылдың компаниясы қиындыққа тап болыпты. Рас па? Иә. Сәуле ойланып қалды. Сонда жағдайы оңай емес сияқты. Сол күні кешке Арман анасына қарады. Анашым, иә балам, Ерасыл аға бізге қиын кезде көмектесті ғой. Иә, енді біз де көмектесуіміз керек. Сәуле ұлына таңырқай қарады. Қалай көмектесеміз? Білмеймін. Балам, біздің қолымызда көп нәрсе жоқ қой. Арман сәл ойланып. Кейде адамға ақша емес, қолдау керек шығар. Сәуле үнсіз қалды. Ұлының сөзі жүрегіне жетті. Ертеңіне Сәуле мен Арман қалаға баруды ұйғарды. Айна да бірге барды. Кеңсеге кіргенде хатшы оларды тоқтатты. Сіздер кімсіздер? Ерасыл мырзамен кездесуге келдік. Қазір оның уақыты жоқ. Дәл сол сәтте Ерасыл дәлізден шығып қалды. Сәуле ханым, Арман? Ол қатты таңғалды. Сіздер мұнда не істеп жүрсіздер? Сәуле күлімсіреп. Жағдайыңызды естіп келдік. Ерасыл үндемей қалды. Өмірінде алғаш рет біреу одан ештеңе сұрамай, тек халін білу үшін келген еді. Олар кеңседегі шағын бөлмеге отырды. Шәй құйылды. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Ақыры Сәуле үнсіне дезікті бұзды. Ерасыл мырза. Иә. Бір кезде сіз бізге демеу болдыңыз. Ол туралы айтпаңыз. Жоқ. Бүгін біз сізге демеу болуға келдік. Ерасылдың көзіне жас үйірілді. Мен бәрін ақша арқылы шешіп үйренген адаммын. Бірақ кейбір қиындықты ақша емес, адам жеңеді, деді Марат атаның бұрын айтқан сөзін есіне түсіргендей Сәуле. Сіз ешқашан жалғыз емессіз. Арман қалтасынан кішкентай дәптер шығарды. Бұл не? Деп сұрады Ерасыл. Мен дәрігер болу туралы армандарымды жазып жүрмін. Иә, бірінші бетіне сіздің сөзіңізді жаздым. Қай сөзімді?
Арман дәптерді ашып көрсетті. Бірінші бетте: ең алдымен жақсы адам бол. Қалғаны өзі келет деген сөйлем жазылып тұр екен. Ерасыл ұзақ үнсіз отырды. Мен осы сөзді айтқанымды ұмытып кетіппін. Ал мен ұмытқан жоқпын, деді Арман. Сол күні кешке олар ауылға қайтты. Ерасыл кеңсесінде жалғыз қалды. Терезеден қалаға қарап тұрып, ол өз-өзіне: мен жеңілмеуім керек. Осындай адамдардың сенімін ақтауым керек, деді. Дәл сол сәтте телефоны шырылдады. Экранда бейтаныс шетелдік нөмір көрінді. Бұл қоңырау оның компаниясының ғана емес, барлық кейіпкерлердің өмірін түбегейлі өзгертетін, жаңа мүмкіндік әкелетін еді. Қала үстіне кешкі қараңғылық түсе бастаған. Кеңседе барлығы тарап кеткен. Тек Ерасыл ғана жұмыс бөлмесінде жалғыз қалған еді. Терезеден жарқыраған шамдарға қарап, Керен ойға батты. Дәл сол кезде телефоны тағы да шырылдады. Экранда халықаралық нөмір. Алло, сәлеметсіз бе, Ерасыл мырза? Мен Түркиядағы серіктес компанияның директоры Мұраттым. Ерасыл орнынан тіктеле отырды. Иә, тыңдап тұрмын. Біз сіздің компанияңыз туралы бұрыннан білеміз. Соңғы қиындықтарыңызды да естідік. Ерасыл үнсіз тыңдап тұрды. Біз сізге жаңа жоба бойынша серіктестік ұсынғымыз келеді. Рас айтасыз ба? Иә, бірақ бір шартымыз бар. Қандай? Ертең Стамбулға келіп, келіссөзге қатысуымыз керек. Ерасыл бір сәт ойланып қалды. Мен барамын. Онда сізді күтеміз. Қоңырау аяқталған соң, Ерасыл орнынан тұрып терезеге жақындады. Мүмкін, бұл Алланы жіберген жаңа мүмкіндігі шығар. Ертеңге таңертең ол Түркияға ұшып кетті. Кетер алдында Санжарды құшақтап, мен тез ораламын. Әке, міндетті түрде жеңіп келіңіз. Неге жеңіп келуің керек? Өйткені сіз жақсы адамсыз. Ерасыл жымиып, сенің осы сөзің маған күш береді. Ал ауылда Сәуле мен Арман күнделікті тіршілігін жалғастырып жатты. Арман мектептегі аудандық олимпиадаға дайындалып жүрген. Айна апай сабақтан кейін қалып: Арман, сен дайынсың ба? Қорқып тұрмын. Неден? Жеңілмеймін бе деп. Айна күлімсіреді. Жеңіс тек бірінші орын емес, жеңіс тырысқан адамның еңбегі. Арман басын изеді. Кешке қарай Марат ата үйге келді. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам ата. Шай үстінде Марат. Ерасыл Түркияға кетті деп естідім. Иә, Алла жолын ашсын. Сәуле де іштей дәл сол тілекті тілеп отырды. Бірнеше күн өтті. Стамбулда келіссөздер жалғасып жатты. Түрік компаниясының басшысы Мұрат құжаттарды қарап отырып: біз сіздің бұрынғы жобаларыңызды зерттедік. Иә, сіз ешқашан сападан таймаған екенсіз. Бұл біздің қағидамыз. Тағы бір нәрсе ұнады. Не? Қызметкерлеріңіз туралы пікірлер. Ерасыл таңырқап қалды. Олар сізді қиын кезде де тастап кетпеген. Иә, демек сіз жақсы басшысыз. Келіссөз бірнеше сағатқа созылды. Ақыры Мұрат орнынан тұрып, қолын созды. Құттықтаймын. Демек, біз серіктеспіз. Ерасылдың жүзіне қуаныш ұялады. Бұл келісім компанияны банкрот болудан аман алып қалатын еді. Қазақстанға қайтып келе жатқан шақта Ерасыл көзін жұмып отырды. Оның ойына бірінші болып Сәуле мен Арман келді. Егер сол күні Сәуле Санжарды үйіне кіргізбегенде, біз бүгін бір-бірімізді танымас едік. Ол өмірде бәрі кездейсоқ емес екенін тағы бір түсінді. Бір аптадан кейін ауылға тағы да көлік келді. Арман сыртқа атып шықты. Ерасыл аға. Санжар да жүгіріп келіп, досын құшақтады. Біз жеңдік. Не болды? Ерасыл күлімсіреп, компаниямыз сақталып қалды. Сәуле қуанып: құтты болсын. Бұл қуанышта сіздердің де үлестеріңіз бар. Біздің? Иә, кейде адамның күші ақшада емес, оған сенетін адамдарда болады. Шай үстінде Ерасыл күтпеген ұсыныс айтты. Арман: иә, сенің дәрігер болғың келетін білемін. Иә, егер жақсы оқып арманыңа адал болсаң, университетке түскен күнімнен бастап оқуымның барлық шығынын мен төлеймін. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Арман сенбей қалды. Шынымен бе? Иә, бірақ не үшін? Ерасыл күлімсіреп жауап берді. Өйткені бір кезде сенің анаң менің ұлымды ешқандай себепсіз құтқарды. Енді мен сенің арманыңды қорғағым келеді. Сәуленің көзінен жас ақты. Алла сізге екі дүниенің бақытын берсін. Сол түні Сәуле ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Терезеден жұлдыздарға қарап отырып, жасаған жақсылық ешқашан жоғалмайды екен. Ол міндетті түрде өзіңе қайта оралады, деп сыбырлады. Ал оларды алда тағы бір қуанышты күн күтіп тұрғанын ешкім әлі білмейтін. Арада 8 жыл өтті. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған Арман бүгінде медицина университетінің соңғы курсында оқып жүреді. Жылдар өте келе ол тек білімді ғана емес, адамгершілігі мол, сабырлы, мейірімді азамат болып қалыптасты. Сәуле де ұлына қарап қуаныштан жүрегі елжірейтін.
Кейде кешкілік ескі сурет альбомын ашып отырып, уақыт деген неткен жүйрік еді, деп қырсынетін. Үйде өзгерген. Бұрынғы ескі үйдің орнында шағын, бірақ жарық, әрі жылы баспана тұр. Аулада алма ағаштары жайқалып өскен. Сәуле гүл өсіруді әлі де жақсы көретін. Сол күні таңертең телефон шырылдады. Анашым, я балам, мемлекеттік емтиханның нәтижесі шықты. Сәуленің жүрегі дүрсілдеп кетті. Қалай болды? Арманның ар жағынан қуанышқа толы дауыс естілді. Өттім, ең жоғары балл алдым. Сәуле телефонды құшақтап тұрып жылап жіберді. Аллаға сансыз шүкір. Бұл жаңалықты естіген Айна бірден гүл алып келді. Мен сенен күткеннің Арман. Сіздің де еңбегіңіз көп, апай. Жоқ, бұл өз еңбегің. Марат ада да келіп батасын берді. Балан, біліміңді халықтың игілігіне жұмса. Ата, уәде берем. Бірнеше күннен кейін университетте диплом тапсыру рәсімі өтті. Үлкен залға студенттердің ата-аналары, ұстаздар жиналды. Арман сахнаға көтерілгенде, бірінші қатарда отырған Сәуле көз жасын тыя алмады. Үздік түлек деген атау аталғанда, бүкіл зал қол соқты. Арман дипломын алып, бірден анасына қарай жүрді. Бұл диплом сіздікі, анашым. Жоқ, балам. Егер сіз болмағанда, мен бұл жерге жетпес едім. Сәуле ұлын құшақтап ұзақ жылады. Салтанатты кештен кейін Ерасыл мен Санжар да келді. Санжар да есейіп, әкесінің компаниясында жұмыс істеп жүрген еді. Құттықтаймын, досым, деді ол Арманды құшақтап. Рахмет. Ерасыл да қолын созды. Мен саған сенген едім. Сеніміңізді ақтауға тырыстым. Ақтадың. Бір кезде Ерасыл бәрін таңғалдырған ұсыныс айтты. Арман, қалада қалғың келе ме? Арман сәл ойдан қалды. Жоқ. Неге? Мен ауылға қайтқым келеді. Ауылға? Онда мүмкіндік аз болады ғой. Арман күлімсіреп. Мен бала кезінде аудандық аурухананың алдында қорқып тұрғанымды ұмытқан жоқпын. Біздің ауылда жақсы дәрігер жетіспейді. Мен сол адамдарға қызмет еткім келеді. Залда отырғандардың бәрі үнсіз қалды. Ерасылдың көзіне еріксіз жас келді. Міне, нағыз дәрігердің жүрегі осы. Бір айдан кейін Арман туған ауылына оралды. Ауыл тұрғындары оны ерекше қарсы алды. Айнагүл шоғын ұстаттыр. Марат ата ақ батасын берді. Балан, халықтың алғысын алатын дәрігер бол. Әумин. Сәуле ұлына қарап тұрды. Ол күні кеше ғана қолынан жетектеп, мектепке апарған кішкентай баласының ақ халат киген азамат болғанына сене алмай тұрды. Сол күні кешке ауыл емханасына алғашқы науқас келді. Бұл жасы үлкен әже еді. Арман оны жылы қарсы алып, уайымдамаңыз әже, бәрі жақсы болады. Әже жей күлімсіреп. Дауысың анаңа ұқсайды екен, балан. Арман жымиып қойды. Ол дәл анасы сияқты әр адамға мейіріммен қарауды үйренген еді. Кешке үйге келгенде Сәуле. Балам, шаршадың ба? Жоқ. Бүгін неше адам қабылдадың? 12 адам. Қалай екен? Бір нәрсені түсіндім. Нені? Ауру адамның ең бірінші емі жылы сөз екен. Сәуле ұлына мақтанышпен қарады. Сол сәтте есік қағылды. Сыртта Ерасыл мен Санжар тұр екен. Ертең ауылда үлкен жиын болады, деді Ерасыл. Қандай жиын? Ертең білесіздер. Сәуле мен Арман бір-біріне таңырқай қарады. Ертең олардың өміріндегі ең әсерлі күндердің бірі болатынын ешкім болжай алмады. Таң ерекше атты. Ауыл бұрын-соңды мұндай қарбаласты көрмеген еді. Мәдениет үйінің алдына ақ шаңқан киіз үйлер тігіліп, көше бойына түрлі түсті жалаушалар ілінген. Ауыл тұрғындары мерекелік көңіл-күймен бір-бірін қарсы алып жатты. Сәуле таңырқап. Бүгін ауылда қандай той болып жатыр? Деп сұрады. Айна күлімсіреп. Бүгін бәрін өз көзіммен көресің. Арман да ештеңе түсінбей тұрды. Апай, не болып жатыр? Аз ғана шыда. Сағат 10 болғанда ауыл тұрғындары жаңа салынып біткен әдемі ғимараттың алдына жиналды. 2 қабатты, жарық кең ғимараттың кіреберісінде қызыл лента тартылып тұр. Үлкен әріптермен мейірім, қайырымдылық және денсаулық орталығы деп жазылған. Сәуле таңырқап, неткен әдемі орталық, деді. Ерасыл мінберге көтерілді. Құрметті ауыл тұрғындары, бүгін біз үшін ерекше күн. Бұл орталықта жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсетіледі. Қарттарға тегін медициналық кеңес беріледі. Жалғыз басты аналарға қолдау көрсетіледі. Балаларға білім беру үйірмелері ашылады. Ал медициналық бөлімді осы ауылдың перзенті, жас дәрігер Арман басқарады. Жұрт ұзақ қол соқты. Арман толық кетті. Ерасыл сөзін жалғастырды. Бірақ бүгін мен бір адам туралы айтқым келеді. Ол Сәуле апай. Жұрттың бәрі Сәулеге қарады. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің ұлым Санжар адасып қалды. Сол кезде Сәуле апай оны бөтендемей үйіне кіргізіп, тамақ беріп жылытты. Ешқандай сыйақы сұрамады. Тіпті мен ұсынған ақшадан да бас тартты. Сол күні мен бір нәрсені түсіндім.
Ақшамен бәрін сатып алуға болады, бірақ мейірімді жүректі сатып алу мүмкін емес. Залда тыныштық орнады. Көп адамның көзіне жас келді. Ерасыл қалтасынан кішкентай ескі суретті шығарды. Бұл сол күні Санжар мен Сәуле түскен сурет еді. Мен бұл суретті әрқашан өзімен бірге алып жүрем. Өйткені бұл маған адам болуды еске салады. Осы кезде Санжар сөз сұрады. Мен де бір нәрсе айтқым келеді. Айта ғой балам. Егер сол күні Сәуле апай мені құтқармағанда, мүмкін мен бүгін бұл жерде тұрмас едім. Ал егер Арман менің досым болмағанда, мен де әкем сияқты адамдарға көмектесудің қадірін түсінбес едім. Арман орнынан тұрып, досын құшақтап алды. Жұрт тағы да қол соқты. Кенет Ерасыл тағы бір тосын сый жасады. Сәуле апай, сахнаға шығыңыз. Сәуле қысылып, мен не істеймін? Келіңіз. Ол сахнаға көтерілді. Ерасыл қолына кішкентай қобдиша ұстатты. Ішінде жаңа үйдің кілті жатыр екен. Бұл сізге. Жоқ. Иә, мен ала алмаймын. Бұл қайырымдылық емес. Онда не? Бұл біздің алғысымыз. Сәуле көзіне жас алып, маған ештеңе керек емес. Балалар аман болса болды. Ерасыл жымиып, сондықтан да сіз осы сыйға лайықсыз. Арман микрофон алды. Мен де бір ауыз сөз айтқым келеді. Бүгін мені дәрігер деп құттықтап жатырсыздар. Бірақ менің ең бірінші ұстазым анам. Ол маған жақсылық жасағанда ешқашан қайтарымын күтпе деп үйретті. Ал өмір маған жақсылық міндетті түрде қайтатынын дәлелдеді. Марат ата ақ батасын берді. Балаларым, байлық үйде емес, байлық ақшада емес. Нағыз байлық адал жүрек, ақ ниет, мейірім. Егер осы үшеуі болса, ешқашан кедей болмайсыңдар. Жұрттың бәрі әумин деді. Кешке күн батып бара жатты. Сәуле жаңа орталықтың алдында жалғыз тұрды. Арман қасына келді. Анашым, иә балам, бақыттысыз ба? Сәуле көкжиекке қарап күлімсіреді. Иә, неге? Себебі мен бүгін бір нәрсеге анық көз жеткіздім. Не нәрсеге? Адам өмірден байлық алып кетпейді. Өзі жасаған жақсылығын ғана қалдырады. Арман анасын қолынан ұстады. Екеуі үнсіз көкжиекке қарап тұрды. Күннің соңғы шапағы бүкіл ауылды алтын түске бояп береді. Сол сәтте жаңа орталықтың кіреберісіндегі жазу күн сәулесіне шағылысып, жарқырап көрінді. Жақсылық ешқашан жоғалмайды. Ол міндетті түрде өз иесіне қайта оралады.